Ұлының әкесін талай жыл іздеп келген Мөлдір Хайруллаева елордадан Мирсултан Ханбатыров келгенде неге татуласқысы келмей қойды? Тур, ештеңе керек жоқ маған. Не үшін келдің онда? Не үшін келдің? Не үшін іздедің онда? Не Мөлдір вообще Ол үшін шырылдап ем-домына шапқылап жүрген жалғызбасты анаға енді кім қарайласпақ? Татуласамын деп келіп, араздасып кеткен Мирсултан Мөлдірге неге ашулы? Астанаға келсеңші деп айтқан кезде, бала ортада бар, баланы қарашайын деген кезде не деп айтқансың? Әкесі да мен боламын, мамасы мен боламын деп сен айттың ба? Әкесі де шешесі де мен болып келдім осыған. Үнемі сынның астында қалатын Мөлдір Хайруллаеваға көмектесіп қол ұшын созған қайырымды жан кім? Оның әскерден борышын өтеп келген туған бауыры Мөлдірге қатысты қандай ащы шындықты айтпақ? Жалғызбасты ана туралы бүгін ел естімеген тағы қандай ақпарат белгілі болмақ? Бірер сәттен кейін білесіздер. Мен қазір ортамызға ұлының әкесін таптық, бірақ мен ойлану керекпін, маған уақыт керек деп. Әлі күнге дейін біздің студиямызда жүрген. Мен Қызғалдақты ортаға шақырғым келеді. Кешірім өтінем, Мөлдір Хайруллаеваны ортаға шақырғым келеді. Мөлдір, кел. Қазір тағы Ержанды айтып кетейінші, жаңа кісіге ше, отырмай тұрып. Ержанның негізінде мен ұстаған себебім, оған мен негізі білесіздер, Қызғалдақты всегда мен жақтап жүрмін, не аламын, қанша жерде екеуміз ұрыссақ та, біз құрбымыз, оның басына өткендерін Ержан көп жерде... Сіздер егер тыңдамайтын болсаңыздар, онда біз шығып кетейік, е? Ержан көп жерді білмейді, ол ше қасында отпағаннен, қасын жатпағаннен, бір жастық жат, біз екеуміз сырласатынымыз болғандықтан білемді, көп нәрсе білмеген, ол бұрынғы нәрсені қазбалақтай береді да, бетіне баса береді, ол қызды сені жылатып қоюға, мін сенің арманы сол еді, осы қызды жылатып қою, осы қызға тиісіп қою да, сол үшін мен жағыңды, аузымды жап, тиісе берме, бұны жылату міндетім ба дедім, тиіспе, қозғама, бұрынғыны қозғаса, бұл тағы да оған да оңай емес еді, қайтадан көтеріліп кетеді, қайтадан ашуға береді. Тып-тыныш отқан қызға тиіспей қой деген, мен неғылатын байынан ыстағанын есем, оның ұрған жоқ. Жай айтқан құлағына жетпегеннен кейін жағасынан кішкене былай өткен өздеріңізді көріңіз, микрофонды бермей жағаласып жатыр, қатын мен қатын болып, еще звоноктағы адаммен. Сен өзіңді тураласа, мен не қыласың? Мен қарындасым болған екен, мен ашуымды ішіме тығып тұрмын, айтпесе бүктей саламын артқа қарай сен. Менен шатағым болмасын, мен саған айтайын. Мен бұл бала маған әлі келмейді. Бұл баланың маған негізі сөзі жүрмейді. Тұратыр мен сөйлеп атым, сөзі жүрмейді. Бұл жерде кішкентай әкім қызғалдаққа ғана келеді. Қызғалдақ арп ет айтады да, ол кешіре салады. Мені біледі, мен қандай әкем сол үшін. Менің маңайымнан жоламақ түгілі бірдеңге деп айтатын біледі, қалып қалатын. Кішкентай болсаң да, саған бәрібір әлі жетпейді ғой. Өткен жолы Мирсултанды құрғыл жібердің. Негізі бір жарты жылдан кейін келем деп еді, жарты жыл емес, 2 айдан кейін деді, өңкен 1 айда еді, үшін біраз тезетіп келді. Сөйтіп оны қайтардық. Қайтарғанда сен қайтардың. Иә. Хабарласып тұрмы, сөйлесіп тұрсыңдар ма? Сөйлесіп тұрмын, ол кезде енді, қаншама жылдық ашу болды, іште ыза болды, оның бәрін 1-2 күнде шығарып тастай алмадым. Одан кейін кеткеннен кейін уже телефонда сөйлесіп тұрмын. Қазір айтайын, бізде қазір жақсы, мен өзім кішкене сабырға түстім, ол да түсірді, енді өткен нәрсені қаза бермейік деп. Мына жерде Хадиша апам бар кезде бүйтіп айтып еді маған, бүкіл ашуын білеме, 1-2 күнде кетпейтін ашуға, ол бұрын қаншама жылдан кейінгі көргенді ол көрмегеннен кейін болады дейді. Жүрегінде қалып қойғанды сыртқа шығарып тастай, кешірім бер дейді. Мен уже қойдым. Қазір бізде жақсы, бір кішкене ғана қайғылы жағдай болып тұрғаннан кейін біз ешқандай қадам ештеңе істей алмай отырмыз. Алдыңғы эфирде мына жерде мен жылап қалдым, менде де естідім хабарды. Кішкене сәл не болды? Негізінде эфирде келген кезде мен ауылдағылармен сөйлескен кезде, ауылдағылар болғанда енді екі жақ бір-бірін танымаса да, екі жақтың да тарапын мен жақсы танимын. Екі жақтың да сөздері маған ауыр тиді. Екі жақтікінде естіген хабарым. Мына жақта Мирсултан, мына жақта өз жағым болып жатыр. Сол мен маған деген ауыр болды да, сол кезде жерде тұрып қалдым. Ал күндіз негізінде телефонмен Қырғызстан жақпен сөйлескен кезде бәрі жақсы, уайымдама бізде деп сөйлескен тұғым. Сондағысы маған сөйлескенде, эфирге видеомен сөйлескен кезде енді көрсеткен тәте последний раз көп несі алдыңғы эфирде де айтып кеттім. Өміркүл деген тәте маған көп көмектесіп, Нұрисламны көп іздеп жүрген, Нұрисламның өзінің тәтесі, Мирсултанның туған апасы. Сол
кісі енді ол кісі ауыратын еді деп мен айтқан тұғым, сол кісі кеш алдыңғы уақыттарда қайтып кетті, арты қайырлы болсын. Иә, иманды болсын. Көбінесе әулеттің, сол кісінің ішіндегі әулеттен мені іздейтін сол кісі түгін, көп мені осы уақытқа дейін поддержка беріп көп қарайласқан да сол түгін. Сол Өміргүл апам арты қайырлы болсын, жатқан жерлері осы, артындағы бүкіл қыздарына сабыр тілеймін, әсіресе отбасына. Енді біз бара алмаймыз, ешқандай қолым жетпейді ол жаққа қарай. Сол себептен көріп тұрса арты қайырлы болсын, сол отбасыларға сабырлық тілеймін. Әсіресе Нұрсұлтан, саған қазір білем, қандай қиын болып тұрған, саған бара алмайсың, ол жаққа шыға алмайсың карантин кезінде, тем более документі жоқ, ол қиналып жатыр. Соның бәрін естіп көргеннен кейін мен Нұрсұлтанның қазір бір жерде ешкім жоқ, менен басқа, Нұрисламнан басқа. Қазір бір минут тұр, бізге бейне байланысқа Нұрсұлтан шығып отыр. Нұрсұлтан, ассалаумағалейкум. Амансың ба? Мына естіп отырмыз, мынау қайғылы хабарды, бізде қайғырып көңіл айтамыз, арты қайырлы болсын. Енді Нұрсұлтан, енді мықты болыңдар, берік болыңдар енді. Иә, бұл өмір болғаннан кейін ешқайсымыз мәңгі өмір сүрмейміз. Арты қайырлы болсын. Амин. Тахир аға. Нұрсұлтан, иә, Мөлдір айт. Нұрсұлтан кешеде сөйлесіп кезде тәте бәріміз сөйлестік қой, есімде ма? Тәтенің айтқаны маған Нұрсұлтанға айтарым, қазір сенен басқа біз саған қазір осы кезде тек біз ғанамыз. Мен ренжіме, кешір қазіргі сәтті қасында болмағаным үшін, бірақ осыған дейін де кейін де мен қасында боламыз, баламызбен. Өйткені Өміргүл апам айтатын еді, осы последний жазған кезде басқасы басқа, екеулерін жақсы тұрып семья болып кетсіңіздерші, біз өзіміз алдыға қарай жүреміз деп Москвадағы ағасы мен тәтесі де звондады. Қазір қолдау только мен ғана қазір бары біз Нұрсұлтанның жанында қазір тек біз өйткені бұл кісі шыға алмайды үйіне. Тәтенің айтқан сөзі маған осы Қазақстанда жүрсең де, бірақ Нұрсұлтанның жанында табыл басып өткен нәрсені ұмыта қой. Бізде жағдайды осындай отырып түсініп қарайды. Мен сол жағдайға түсініп қарадым, сол жағдайды түсіндім. Менің тек қателігім бар, сол үшін сол семьядан кешірім сұраймын. Мен қазір тек қана Нұрсұлтанның ғана қасында осы уақытқа дейін табыламын. Осы қазір енді былайына қарап барымыздан арымызда үшеуміз ғана. Нұрсұлтан, сен жалғыз емессің, сенің жаныңда сенмен бірге енді Қазақстанда болсаң да Қырғызстанға бара алмайтының айдан анық. Бірақ сен жалғыз емессің, сенмен бірге Мөлдір бар, сендердің кішкентай Нұрислам ұлдарың бар. Сен мықты бол, ер азаматсың, әрине қиын жақыныңды Нұрсұлтан екеумізді Өміргүл апа көп қатты жақсы көретін, әсіресе мені. Қазақстандағы қызымыз деп айтатын бізді, баламыз бар, қызымыз бар деп. Сол кісі даже ауырып халі үстінде жатса да мені іздеп отқан кісі түгін алдым, эфирлерді көп айтатын, айтып кеткенім болатын, сол кісі ғана іздеп, сол кісі ғана болды деп. Маған да қатты батады, ол кісі. Сол кісіні сен өзің жалпы жақсы көресің бе? Адам ретінде. Ол кісіні қатты жақсы көрем. Енді Өміргүл апаңның өтініші ғой, бірге болыңдар, мен соны қалайым деген. Егер расында да ол кісіні сыйлайтын болсаң, сенің енді Нұрсұлтанға сезімің, жүрегің кәдімгі жылу бар болса, бірге болуларыңа ешкім кедергі болады деп ойламаймын. Мен өзім сөйтіп шештім, ешкімнің ешқайсысын тыңдағым да келіп тұрған жоқ. Ешкімнің маған айтып отқан қарсы болсын, жақсы болсын пікірлері болса да, мен тек Нұрсұлтанның жанында ғана сол кісімен қазір Нұрисламды аман есен аяққа тұрғызып, емін көтеріп, алда қарай жүріп, жақсы бір семья болып кетуге. Мен баста да оған айтып қойғанбыз. Солай шешім қабылдадыңдар. Баста да эфирге шықпай жүрген кезде мен телефонымды сөйлескен кезде Нұрсұлтан бізді болды, болар іс болды, қоя қояйықшы. Мен бүкіл немді қоя Нұрсұлтанның жүрегін жылытып бір сөз айтшы. Қазір мынандай жағдайда отыр, өзің көріп отырсың, көзіне жас алып отыр, дүниеден сүйікті апасын жоғалтып отыр. Ол қазір расында да өзін жалғызсырап отыр, ол жігіт. Ол Нұрсұлтан жалғыз емес, мен баста да айттым. Камераға қарап айтшы. Көрсінші. Сезіншінші өз жалғыз емес екен. Нұрсұлтан, сен бізге қазір барымдан арымызда сенсің, Нұрислам үшін де, мен сен үшін де.
мен даже айтатын білмеймін, бірақ Біз біргеміз. Біз сенің, мен басқасын білмеймін, бірақ өзім тарапым, балам тарапымда айтайын, біз сенің жаныңдамыз. Болып жанында өтеміз қасыңда. Мерсұлтан, тыңдап отырсың ғой бізде? Иә. Жақсы. Біз енді мынандай жағдайда менде білмеймін, не айту керек екенін адамды жұбату үшін өмір болғаннан кейін енді мықты болу керек, әрине. Қазір Бақытгүл не айтқыңыз келіп отыр? Біраз болды мөлдірді біліп жүрмін ғой, енді мына жерде мөлдірді мүлдем басқа жағынан көріп отырмын. Негізі мынандай жауап естимін деп ойлаған жоқпын. Мөлдірдің қайтадан Мейірсұлтанға деген жүрегі ашылып, Мейірсұлтанмен бірге болам деген жаңа жауабын естимін деп ойлаған жоқпын. Керісінше басқаша жауап естимін деп ойлағам. Сондықтан мөлдір мойыма, бұл тағдырдың енді жазған шығар. Аларын білер Алла, берері де көп дейді ғой, сендерге берер. Бақыты көбірек болсын, екеуің бірге болыңдар, бақытты болыңдар, тек балаларыңның қызығын көріңдер деймін. Былай ғой, менің көз жасым, біздің ойлаймынша жоқ болғандығымыздың, мен өзіне де алдында да апаларға да айтпадым, может біздің Нұрислам екеуміздің көз жасымыз сіздерге тиіп кетті ме екен деп. Біз кінәлі шығармыз, мүмкін ол кісі өзіне көп ауырып алып қалды. Өйткені біздің де жай бар, уайым адамды негізі расында да қартайтады, ауыртады. Көп бізді уайымдайтын еді, может менің кесірім тиіп кетті ма, менің көз жасым сол кісіге тиіп кетті ма деген оймен қалып қойдым да менше. Алдында апаларға да, Москвадағы тәтесіне де айтып едім, жоқ, олай емес, қызым олай емес, бәрі жақсы, өзіңді көп кінәлай берме, өзіңді көп жей берме деді. Мерсұлтан өзі де сөйтіп айтты, сенің кінәнің ештеңкесі жоқ, ол жерден ол солай болу керек болды деді. Ештеңкені алма өзіне деді. Қызғалдақ, не айтасың? Мейірсұлтан, саламатсыз ба? Арты қайырлы болсын енді. Мөлдір, сен енді осындай нәрсе айтқан екенсің, жаңа өзің айтып отырсың ғой. Енді осы бетінен таймаш, өтініш білем ғой, мен сен Жанна, мен мына жақта отырмын. Бүгін басқа зат, ертең басқа зат айтып кетесің, сол үшін енді Мейірсұлтан қасында болам, жаңағы Нұрисламды бірге өсіреміз деп жатыр ғой. Енді бақытты болыңдар, басқа ештеңе айта алмаймын. Жаңағыдай сосын андай кішкене енді Мейірсұлтан үй жағына барғаннан кейін ата-анаңмен бірге тұрасың деген сияқты, енді екеуің бірге тұрсаңдар да еркек адамға жаңағыдай көп сөйлеген жақпайды. Сондықтан кішкене сөзіңді түсінікті нақты айт, сөйтіп айт. Сол айтатын ақыл ғой, сен білесің ғой, мен всегда сенен үлкен емеспін, кішкентайым, бірақ подружка ретінде өзім немді айтып отырамын да. Сол үшін кішкене сондай не айтайын дегенім ғой, басу айтайын деп едім ғой. Бір қуанатыным айтты, иә, болды, біз енді бірге боламыз деп. Керемет. Расында да жақсы жаңалық. Қазір бізге байланысқа Мөлдірдің туған інісі жақында ғана әскерден өзінің азаматтық борышын орындап келген Самұрат есімді інісімен қазір біз байланысқа шығып отырмыз. Самұрат, салам алейкум. Қалың қалай, құтты болсын. Өзіңнің әскери азаматтық борышыңды орындап келгенің. Қалай екен әскер, жақсы ма? Жақсы. Жаман деп айтатын болса, әрине бәрі күледі. Сондықтан да барлығымыз жақсы деп айтамыз. Негіз шын мәнінде жақсы. Самұрат, негізінде бұл інім екеуміз 2001 жылғы қызғалдақтармен аташы. Бірақ бұл бауырыма рахмет айтатыным көп. Өткені маған көп көмектесіп, баламға қарайласып, өзімен де бүйтіп армияға қазірдің өзінде де қарап отыр. Қазір жиеніне қарап отыр. Қалай, кішкентай жиенің жағдайы жақсы ма? Болады. Жақсы. Анализдерді тапсырып қойдыңдар ма? Әлде енді тапсырып? Анализ болғанда мама тапсырғанша мен білмеймін, үйде емеспін ғой, көбінесе. Әзірше, әзірше өзім документтеріме жүрмін ғой, колледждің. Армияға кетіп жатқан тоқтап кетемін, сол жерде сөйлесіп не қылып отырмын. Иә, дұрыс. Оқуды да жалғастыру керек. Сол. Самұрат, Мейірсұлтан жайлы енді білесің ғой, былайша айтқанда, енді сен жездең. Мейірсұлтан, білем ғой. Қазір ол да бізбен скайп арқылы байланыста. Өткен жолы біздің студиямызға негізі Мейірсұлтан келіп, сөйтіп Мөлдірмен сөйлесіп, қазір Мөлдірдің де жауабын естіп отырсың ғой? Жоқ, жаңа естіп отырсың. Арақатынастары жаман емес. Жалпы сен өзің қолдайсың ғой, Мөлдірмен? Қолдағанда Мөлдірге ойлансын, Мөлдір жүрем десе, қосамын десе, қосылады, Мөлдірмен айтады, қосылмайын десе, қосылмайды. Ой, бәрекелді. Бірақ ренжітсе, бірақ ол жағын айта алмаймын. Ренжітсе енді.
біреудің отбасына араласу деген дұрыс емес. Үш адам бар жерде негізі бәрібір екі адамның ойы бәрібір бұзылады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, біреудің отбасына бас сұғу, қол соғу деген нәрсе дұрыс емес. Өздері шешеді ғой, өздері жастары келді. 18 жастағы балалар 5 жастағы бала емес. Жақсы, дұрыс. Самрат, негізі жоспар бойынша Алматыға келу бар ма? Бар Алматыға келу. Алматыға келіп, Мөлдірдің қасына, Алматыға. Жиеніңді алып келесің? Білемін. Енді демек, әпкеңе қол ұшын созып, мейлінше барынша көмектесесің деген сөз. Жақсы. Дұрыс, бауыр болғаннан кейін мейлінше қол ұшын созу керек, бірақ енді әпкесінің өзінің отбасы болғаннан кейін әпкесі және жездесі өздерінің өмірлерін өздері шешу керек. Оған өздері шешеді ғой. Жақсы, енді ата-ананың ешқандай қарсылығы жоқ қой? Әлде бұрынғыдай бар ма? Мөлдір алдыңғы бағдарламада айтатын, анам былай дейді, әкем кішкене сәл реніші бар деген сондай нәрселер айтатын. Енді білмеймін, ол кісілердің өздеріне ой бар. Олардың өздеріне ой бар. Мен ондай нәрсе көп араласа бермеймін, өзім басым, өзіме. Кішкене нөрі ұстамысымен бая-бая жүре беремін. Бірақ олардың тірліктері, нелері өздері біледі. Үлкен кісілер көбінесе толықтай кетейін. Інім негізінде самый спокойный да, мен інім бойы салмақты. Ол көбінесе өзі ішінекі ойынмен еш нәрсе деп айтпайды. Қазір енді ініңнің өзінің шаруалары бар, біз қазір уақытына жолынан ұстамайық. Самрат, көп рахмет. Саған сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Жақсы бол. Мерсұлтан, байланысты. Қазір бізде Жанардың бір айтары бар екен, тыңдайық. Мөлдір, саламатсыз ба? Мөлдір, мына жерде мен кредит алдым, мысалы, өз жөнімнен да. Балаларымнан адастым, мысалға да. Ержан. Сен Құдайға шүкір, балаң шағаңа, күйеуіңе қосылып жатсың. Даусын шығарып айтыңыз. Бала шағаңа, байыңа қосылып жатсың. Сен баста енді мен сияқты жүргенсің сен де негізі да. Мен мойындаймын. Кредиттің ізінде жүрдім. Енді балаша ақшаның жолында жүрдім, мысалға, мойындаймын бәрін. Сен де солай жүрген сияқтысың. Енді сен Ерсұлтанға қосылып, балашағаны жаныңа алып, мен жолымда... Жанар, тұра тұрыңыз. Жанар, сен де мен сияқты жүргенсің, осындай деген нәрсені сіз дұрыстап айтыңыз. Әйтпесем, көрермендердің және де Мерсұлтанның ойы өзгеруі мүмкін. Естіп отырсыз ба? Әрбір сөзге біз дұрыстап жауап беру керекпіз. Жоқ, мен бұл жерде мен жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын. Мен өзімді айтып жатырмын. Мөлдір, тыңдашы жаным. Жаратты, мен тыңдап тұрмын. Мен мен ақша жөнінен, мен кредит жөнінен бала шағамды да, мысалы. Мөлдір баласын тастаған жоқ қой. Мен баламды тастап кеттім деп жатқан жоқпын. Күйеуіңе қосылып, осы өміріңді қайталамаш деп айтып жатырмын. Кішкене дұрыстап сөйлесеңіз, ол баласын тастаған жоқ. Сен 4 баланы тастап кетіп отырсың. Баламды тастаған жоқпын, өзім мойнымды арқалап жүрмін. Әке шешем, бауырларым көмектессе де, мен өзімнің семьяма өзім не қылып отырмын. Просто бізде реніш болғаннан кейін ортада тұр. Мен өзім айтып жеткерейін отырғаным. Енді осы күнге дейін көрдің ғой, Ерсұлтансыз өмір қалай болды, баланы жалғыз ұлды қалай асырау керек, мысалға. Балам әкесіз өсірген шығармын осыған дейін. Тыңдашы, балам аурушағам деп отырсың, е? Ерсұлтанға қосылғаныңа ризамын. Ерсұлтан мұңайма ешқашан. Мерсұлтан. Бексұлтан ба? Мерсұлтан. Мерсұлтан, мұңайма қайғыңа ортақпыз. Мөлдір, бақытты бол. Просто мынандай бұл, енді қайталама. Менің тағдырымды, просто мен саған айтып жеткере алмай жатырмын. Менің тағдырым ешкімге бұйырмасын. Бірақ мен айтып қояйын, мен балам болса да, мен бірақ сіздер ұқсап, сіз ұқсап, көпшілік айтпай қойын. Сіз ұқсап, мен қызыңызды біреуге тастап кеттік. Үйім ақыл, семьяңызға, отбасыңызға тастап кетесің. Мен соны қаншама семьясын біліп тұрып, ауылына барып тұрсам да, мен оны баламды мен тастаған жоқпын. Өзімен бір, мен даже ұрысқа айналдырмашы сен шын мәнде бірдеңкені ашық аласында нетесің. Мен енді айтып кетейін де, мен сіздер ұқсап өйтіп тастаған жоқпын, бір баланы өзім бақып келе жатырмын, мысалға қарап кетіп. Болды, жақсы. Сен көпке тілің тигізбе да, сен де мысалға күйеуіңді қинадың ғой, балаңды көрсеткен жоқсың. Ол өз арамызда реніш болған, ол өзіміз уже шешіп. Соны енді қайталамаш деп жатырмын саған да, қайталамаш, жақсы өткен бақытты бол деп жатырмын саған. Рахмет. Қазір Жан айтсыншы.
абайға келгенде айтасыз. Сәлеметсің, қайғыңа ортақпын, Мерсұлтан. Айналайын, осы баланы көрсем, мен жалғыз балам Нұрсатжанды көргенде ырза болам ше. Өмірге келгеніне қуанам, осын әке шешесі осын әкелгеніне. Айналайын, мөлдір, сен тоныңды басып, молодец, мен жылаған, көз жасымды ақтапсың. Титтай да болса да миыңда түйсік бар екен сенің. Ер адамның бетіне қарап еш уақытта сөйлеме. Менің жолдасым қазір өзімнен неше жас кіші, менің жалғыз қызымды өз баласындай қылып алақанына салып отыр. И жана, Ержанның жағасын алатын жөнің жоқ. Кішкене мінезіңді өзгерт, тоныңды бас, сонда ғана сен семьяны ұстайсың. Мықтап қана ұстайсың. Ақыл кіріп, осы ақылыңнан еш уақытта тайма. Тыңда. Ақылыңнан еш уақытта Мөлдір, тыңдашы. Көпшілікке топырақ шашпа, тастап кете ма, баста кете ма. Біздің басымыздағы тағдырды сенің басыңа салмасын. Сен бір темде таяқта жеген жоқсың. Бір қиыншылық көрмедің, дұрыс па? Ерке болып өстің. Бір сабақтан өттің ба? Екінші сабақ сенің басыңа сабақ болсын. Жарайды. Бұл саған, Мөлдір, бұл саған аналықта, әпкелікте, құрбылықта саған ақыл кеңес. Міндетті, тұра тұр, берілген ақылға, берілген кеңеске міндетті түрде жауап берудің қажеті жоқ. Мен жауап бермеймін. Сен тыңдадың да болды. Тонымды түсіріп сөйле. Менің тоным ол Абай тон аға. болып қалай болды. Рахмет. Саған қайталанбасын деп айтып Нұрсұлтан, қазақ қайғы ортақпыз. Енді мына Мөлдірге айтып кетерім, міне Мөлдір, осындай кезде, осындай қиналып жүрген кезде қасында бол. Шықты да қазір ұшта сол Астанаға кетіп қал. Болды. Бірақ ал сөз. Бақытты болыңдар. Мынандайда отбасыда дейді, әйел мен ер азамат, яғни енді семьяда отбасында қай кезде байқалады, тұра тұрыңыздар. Ер адамның басына ауыртпашылық, қиын жағдай түскен кезде егер әйел адам сол кезде жанында болатын болса, демек ол расында да соның жары. Тыңдашы, айтпай қойшы, кейін айтасың, тұра тұр. Сөзін ұмытқасың. Жанамадан кейін айтасың. Сөзін ұмытқасаң болды өзіне, демек ол өтірік. Тыңда. Ал егер де күйеу байып кеткен кезде әйелін тасып кететін болса, бұл демек ол кісінің адамы емес. Көп сұрап жатыр да, неге кетпейсің, өтпейсің деп. Үй іші мен маған да көп сообщение келеді, неге кетпей жатсың деп, байын табылды ғой деп. Мен негізі алдыңғы эфирде айтқан, әке-шешеме ақылдасып барып сөйлесіп алайын деп. Ол жаққа да түсіндіріп айтуыма да мүмкіндігім болмады, шамам жетпеді ол жаққа барып келуге, сол себептен тұрып қалды. Bir жағынан да, менің жағымнан да, тарапымнан да кішкене менде де қайғылы болып жатыр. Арты қайырлы болсын. Нағашыларым қайтыс болды. Маған екі жақтың да тарапынан... Нағашыларынан бір кісі қайтыс болды ма? Сестрамыз қайтыс болды. Сол үшін мен екі жақтың да тарапын алып жүк қылып көтеру мен үшін қазір қиын. Мен үшін сол үшін қиын. Сол үшін сіздерде маған қажет жоқ, қатты қылып сөйлеудің, неге үйінмен сөйлеспегенсің, неге өйтпегенсің деп әңгіме көп айтады. Қатысушылар да айтады, мен не деп айтам? Осындай жай болып жатыр деп па? Мен мүмкіндігім болмады, жағдайымнан, мен жақтан да жағдай осындай болып жатыр. Қырғызстанның да жағдай андай болып жатыр. Мен сол үшін маған ауыр жүк түскеннен кейін мен ешқайсысымен мен әлі келісімге келген жоқпын. Бірақ мен бір ауыз айттым. Мен Нұрсұлтанмен сөйлесіп жүрмін, маған көмек созып жатыр. Мен қазір только ғана, сол ғана, бірақ семьям только сол ғана, семьямды ары қарай бұзғым келмейді деп бір ауыз алдарынан өттім. И сол күйінде қалдым. Енді жаңа ағамын айтып жатыр, неге кетпейсің? Мен қазір кеше кет қалуым керектігін негізінде, бірақ Қырғызстанға бара алмасам да мен Қызылордама бара алам, үйіме барам. Өйткені мен үйімде жағдай болып жатыр. Енді қазір карантин кезінде басқа елге шығу қиын болып жатқаннан мен ол жаққа да бара алмаймыз. Біз тұрып қалдық. Сол үшін мен де түсініп қарауларыңызды өтінемін. Ал мінез құлқыма сөйлегеніме келетін болсақ, бұл менің өзімнің тоным емес, бұл бізде тұқымда бар нәрсе. Мен өлгенше, қабірге кеткенше осы тонмен, осы тілмен мен кетем. Ол ешқандай өзгертілмейді, өйткені өзімнің қанымызда бар нәрсе ол. Мен де жақсы жағынан түсінуге тырысыңыздар. Қызуқаншылық ол менде бар нәрсе ол. Ол тұқымымызда бар, тұқымда бар нәрсені ол үзе алмайсыңдар. Мөлдір, біріншіден, Мөлдір, қайғыңа ортақпын. Енді арты қайырлы болсын. Расында да бір қайғылы қара хабардың ізінен тағы да біреу өте қиын жағдай. Қайғыңа ортақпын. Енді тон деп отырған кезде мінез құлқым. Мінез құлқың қанша дегенмен енді отбасын сақтап қалу үшін расында да қандай ер азамат болмасын, әйел адамның бетіне шауып сөйлегеннен барлық ер азамат кәдімгідей. Мен шаққан емес, ол мені осы қалпында мені қабылдады, ол баста мені білетін түгін, үй мінезімді қандай екен. Мерсұлтан сол күйі до конца мені қабылдап кетті. Осы дене бітіммен, осы мінезіме ол разы. Басқаларына емес, мен үшін осы кісі разы. Мөлдірдің тұқымдарында, бұлардың тұқымдарына тағы да бір нәрсе бар екен, керемет нәрсе. Бұл
тіпті люфт паузасы сөйлей білу, дем алмай бұл жақсы. Қазір тұра тұрыңыздар. Өткен жолы бізге қоңырау шалған бір Мадина есімді бір көрменіміз болды. Қол ұшын созам, көмектескім келеді деп айтқан еді. Ол кісімен жолықтың ба, сөйлесе алдың ба? Ол кісімен жолықтым, қаншама рет кездестім, үйінде қонақ болдым, қонып кеткен кездерім болды. Анасы подаркілейді беріп жіберген кезі болды. Осы кезде біз сыйлықтарымен. Ол кісі Мадина тәте может жұмыста шығар, босамай жатқан шығар. Зато анасы осы телеарнаны, осы 30 кел татуласайықты көп көреді. Постоянно көріп отыратын кісі. Сол кісіге енді анасы себепкер ғой. Сізге көп рахмет айтамыз. Сіз осында жақсы қыз тәрбиелегеніңізге, жүрегі кең, ашық мінезді қызыңызға, өзіңізге де көп рахмет. Бала-шағаңыздың рахаттарыңыз көріңіздер, немерелеріңіздің тәтті қылығына таңсанып жүре беріңіздер. Мадина тәтеме айтатын көп рахмет айтқым келеді. Өткені маған сол кісі көп көмектесті, моральный жағынан да, финансовый жағынан да көп қолдау берді. Ол кісі кешегі жағдайда мен мына жерде жылап қалған кезде де мамасы звондап, Мадина, қызымыз жылап қапты, не болды сұра деп. Сол момент звондап жатырды. Мен жылап қалсам да, күлсем де, ол кісі көріп отырады. Маған бірден келіп қалса, уже Мадинаға тәтеме звондайды. Неге ол қызға қатты ауыр сөйлейді мына жерде, кім оған не қылып жатқан дегенде. Сол кісілерге көп сол семьяларға көп рахмет айтқым келеді. Мені қолдап келатсыздар, мені қолбаштап кетқандарыңызға бір сөзбен рахмет. Осы 31-ші арнаға кел татуласайықта әсіресе қатысушылар сіздермен ұрсып төбелесіп қырылысу негізінде ойымда жоқ. Ол үшін кешіріңіздер. Артық қылықтарым болса, артық сөздерім болып кетсе, Ержан әсіресе саған айтқым келеді. Осы мен бірінші рет қырылып тұрған жоқпын. 3-4 минут марта ұстаған шығармын. Сол үшін кешір, ренжімеңдер, қарттық кеткен жерлерім болса, осыға келіп, 2 ай болды ғой, осыға келіп, қиналып келген кезімде Айбар аға сіз маған қолдау бергенсіз, сізге рахмет айтқым келеді. 31-ші арнамен кел татуласайыққа, Тахир аға сізге де көп рахмет дегім келеді. Рахмет саған. Мерсұлтан, ұйықтап қалған жоқсың ба? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Мөлдір. Енді Мерсұлтан жаңа өзің естің ғой. Мен Мөлдір айтып отыр, біз Мерсұлтан жалғыз емес, біз Мерсұлтанмен біргеміз, мен ешкімді тыңдамаймын. Болды, мен осындай шешім қабылдадым. Енді отбасымды сақтап қалғым келеді деді. Алдағы жоспар, енді жоспар құрдыңдар ма? Арғарта қайда боласыңдар? Қазір екеумізде Алматыда ма, жағдай Астанада ма? осындай ешқандай жоспарда да ештеңені ойлайтындай емеспіз. Ол жақта да негізі кеше тәтелер звондаған кезде жағдайды көріп тұрсыңдар деді. Иә дедім. Енді бізде де түсіністікпен қарағанда екі жақ шамалы суысын, кішкене басылсын, одан кейін қадам бізден болады деді. Москва жақта тәтесімен сөйлескен кезде. Жақсы. Жоқ, біз сіздердің пікірлеріңізді, қойған сұрақтарыңызды барлығын тыңдадық. Уақыт тығыз, Мөлдір. Енді сен былайша айтқанда, мен де сені кәдімгі қарындасындай қабылдап қалдым. Мерсұлтан менен жасы кіші, Мерсұлтанды мен де кәдімгідей өткенде келгеннен кейін өте қатты сыйлап кеттім. Басында қанша уақыт хабарға шықпағаннан кейін мен ойым өзгерді. Сендер менен кішісіңдер. Енді менің де кішігірім сендерге берер ақылым. Сендер егер бірге болып, ауызбіршіліктерің бір болмаса, сендер отбасы болып кетулерің өте қиын. Сондықтан да араларында бір кішкентай періште бар. Осы періштенің болашағын ойлаңдар. Сен сабырға келіп, әй деген кезде мейлі деп үндемей қоя салда, біраз уақыт өткеннен кейін шайыңды беріп жатқан кезде, әлде үй жинап жүрген кезде ақырындап сол нәрсені тағы да бір тұрып айтып қойсаң, қысқа нұсқа демлеп айтсаң, ол өзгереді, ол өзінің ойын өзгертіп, сені тыңдайды. Әйел адам тек ақылмен ғана жеңеді. Түсінің бе? Сабырлы бол. Мен шын мәнінде сендерге бақыт тілеймін. Кішкентай ботақандарың дені сау болып, балаларың көп болсын. Мерсұлтан, Амин. Қарындасымды жылатпа, жақсы тату тәтті өмір сүріңдер деп мен тілек айтқым келеді. Жақсы күндер көп болсын. Сен біздің бағдарламаға келгендегі мақсатың ұлымның әкесін тапсам, татулассам, бірге болсақ деген сондай мақсатпен келіп едің. Сол мақсатыңа жеттің ғой? Иә? Бәрекелді. Кел татуласақ бағдарламасында тағы да бір кейіпкеріміздің арман мақсатын орындадық.
мен шын жүректен қуаныштымын. Жылап жатқанға түсінбей жатқан негізінде қуанышпен жылап жатқаным ғой, өйтіп не қылмай қойсын нақты жынды ма не жылап Айтарың бар ма? Мен енді сен мақсатың орындалғаннан кейін біз сенімен қоштасуға мәжбүрміз. Айтарым қатысушыларға осы бір семьядай, уже осы жерге келгенде барлықтарыңызда бір семьядай болдым ғой. Бәріміз бірге, мысалы, бүкіл қайғыны көріп жатыр, қасымда жүрсіздер. Қолдағандар да болды, қолпаштаған да болды. Соларға рахмет айтам. Бар алдыға мақсат қойғандарын, армандарыңызға жетіңіздер. Осы жаққа бағдарламаға келген мақсаттарыңызды алдыға қарай өрбей берсін. Сіздерді әзірсе Ержанды саған айтарым. Қанша жынды болсам да ренжіме, кешірдім, қызымды қолына алып, жақсы әкелік танытқанымды қалаймын. Қызғалдақ, әсіресе сен ең жан құрбым қызғалдақ қой, ұрыссақ та төбелессек те екеуміз қанша жерде жақынбыз да. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Қанша қызғалдақтың жайын көрсем де мен үндемеймін да қала берем, өткені жайын білгеннен кейін жақсы көргендіктен. Сол үшін қызғалдақ саған да айтарым жаным. Жоқ, бақытты бол, бала шағаң қызың көрінде, тағы да көп бала шағаларың болсын. Шын айтам, мен сен үшін өте қуаныштымын. Қысқа. Енді жақсы тілектерді тойда айта жатармыз. Ержан. Мен Мирсұлтан күйеу бала, міне қыздың дені солай барлық жері жақсы. Мен бұның барлық нелерін кешірдім. Айналайын, сен ол сені кешірген шығар. Мөлдір, ақылыңа ақыл қос. Енді міне отбасы боласыңдар. Бұл бағдарлама татуластыру шынымен де шынайы бағдарлама. Мөлдір, бақытты бол, өмірің ұзақ болсын. Мирсұлтан, сен де жақсылыққа жақсылық қосып өмір сүріп, ары қарай бала шағаларың көп болсын. Аумин, Аллахым. Бір қайғының артында бір қуаныш болады дейді. Осы қуаныштарыңыз ұзағынан болсын дегім келеді. Мөлдір, жақсы. Аман бол. Қарындасым сол. Жақсы болатын. Жақсы күнде бас қосайық. Ерсі.